Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде қазақ тілі сабағы. 114-ші сабақ, 86-шы бет. Сабақтың тақырыбы дара және күрделі етістік. 47-ші 50-ші жаттығулар. Сабақтың мақсаты мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын болжау, тірек сөздерді пайдаланып әңгіме құрау, дара және күрделі етістікті анықтау. Тұңғыш ғарышкерлер. Ең алғаш рет ғарышқа 1961 жылы 12 сәуірде Байқоңыр қаласында ұшырылды. Міне содан бері 12 сәуір ғарышкерлер күні болып белгіленді. Алғаш рет Кеңес одағының азаматы Юрий Гагарин ұшырылды, және де қазақтың ғарышкерлері, батырлары Тоқтар Әубәкіров пен Талғат Мұсабаевтар да ұшырылған болатын. Алғашқы жаттығуымыз осы ғарышкерлерге байланысты. Берілген тірек сөздерді пайдаланып, тұңғыш ғарышкер тақырыбына әңгіме құра. Тірек сөздер: 1961 жыл, 12 сәуір, тұңғыш рет, Байқоңыр, ғарышкер, Юрий Гагарин, ғарыш айлағы, ұшты, әйгілі болды. Және де балалар, сендерге қосымша тапсырма: Қазақстан ғарышкерлері туралы энциклопедиядан және ақпараттық құралдардан толығырақ біліп алуларын қажет. Келесі 48-ші жаттығу. Ребусты шешуіндегі сөз туралы білетініңді айт. Яғни, ребуста жасырылған сөзді тауып алуларын қажет. Және де қосымша тапсырма: еліміздің рәміздері туралы біліп ал. Балалар, мен сендерге рәміздер туралы қысқаша ғана айтып өтейін. Өздерің білетіндей, мемлекеттік рәміздерге елтаңба, әнұран және ту жатады. Мемлекеттік елтаңбамыздың авторы белгілі суретшілер Жандарбек Мәлібеков пен Шотаман Уәлиханов. Ал туымыздың авторы Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері Шәкен Ниязбеков. Ал әнұранымыздың авторлары: әннің авторы Шәмші Қалдаяқов, сөзін жазғанда Жұмекен Нәжімеденов, Нұрсұлтан Назарбаев. Балалар, енді осы рәміздер туралы толығырақ ақпараттық құралдардан біліп алуларын керек. Келесі 49-шы жаттығу. 49-шы жаттығуда көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып, мақалдарды көшіріп жаз. Не тамырымен мықты? Адам достарымен мықты. Қандай жер бұлақсыз болмас? Сулы жер құрақсыз болмас. 50-ші жаттығуда кесте берілген. Кестені тиісті етістіктермен толтырып жазуымыз керек. Дара етістіктер және күрделі етістіктер. Балалар, бүгінгі тапсырма сендерге түсінікті болды деп ойлаймын. Берілген тапсырмаларды мұқият, қатесіз орындаймыз. Бүгінгі күндеріңе сәттілік, кері байланыс жасауды ұмытпаймыз.